Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, осы Fight Night'тың басты main event'і. Орта салмақта 185 фунт салмаққа дейінгі рейтингде нөмірі 13-ші орында тұрған американдық Энтони Эрнандес пен нөмірі 14-ші орында тұрған бразилиялық Мишель Перейра арасында өтетін керемет кездесу достар. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Anthony Fluffy Энтони Эрнандес бас-аяқ карьерасында 14 кездесу өткізіп, оның 12-сінде жеңіске жетіп, екеуінде жеңіліске ұшыраған. Соңғы кездесуінде осы жылдың ақпан айында ресейлік Роман Копыловты сабмишнмен жеңген білеміз. Ал Мишель Перейра бас-аяғы карьерасында бұл жауынгер 42 кездесу өткізіп, оның 31-де жеңіске жетіп, 11-де жеңіліске ұшыраған. Соңғы кездесуінде осы жылдың мамыр айында украиналық Игорь Потеряны жеңген болды.